Саламатсыздар ма балалар? 276 есебімізді шығарайық. Сәуленің ағалары сіңілінен 3 есе көп. Ал оның ағасы Мұраттың неше інісі болса, сонша қарындасы бар. Отбасында неше бала бар дейді. Демек, Сәуленің өзі бар, және оның сіңілісі бар. 2 қыз бар. Сәуле және сіңілісі. Олар екеу болды. Енді Мұраттың өзі бар. Мұрат. Ол бір. Және де бізге айтады, Сәуленің ағалары сіңілінен 3 есе көп. Мына сөзді түсініп оқимыз. Сәуленің ағалары сіңілінен 3 есе көп. Демек, сіңілісі біреу ғой. Сіңілісі, бұл жерде сіңілісі біреу. Демек, бірді көбейтеміз 3-ке. Сонда 3. Сонда қалай болады? Яғни, балалар отбасында неше бала бар? Отбасында 3 қосамыз 2-ні. Сонда 5 бала бар.